Ассаляму алейкум, азиз телесерчилер. Хаберлер информацион тақымы соңғы әдеселер ақында Ослив қаларында тариф етежек. Студияда мен Лилевет Жатчалышам. Бүгін бөлем мәліматлар ақында тариф етеміз. Ялта шәрінің генераль планы насыл олачақ вешер мерkezінің абаданлышывы бүгін меморджилық вешер құруф шурасын топлашымында музакире етілді. Қырымда Русия федераль хавсызлық қызметі мақсус бөліклерінің оқuvлары девам етмекте. Бүгін бұтын Қырым мектеплерінде оқув елі екінленгені себебінден тантаналы мерасымлер кечті. Рамазан айы арфесінде Сақ шәрінде хош келдің мұқаддес Рамазан серлевалы бұйық бала байрамы қайт етілді. Ақмежетте Қырым Жұмхуреті меморджилық вешер құруф шурасын топлашы болып кечті. Тедбірде Қырым Жұмхуретінің башы Сергей Аксенов іштірак етті. Бөлелекнен Ялта генераль планның эвел бақылуыны вешерінің меркези территориясының абаданлашмасы музыкере етілді. Тәфсилатлар левхамызда. Топлашыв кетишатында Қырым елбашчысы Сергей Аксенов Жұмхуриетінің баш мемарына Анна Цареваға Веградсовет шурасына июль айының біріне қадар құрылмаға ясақ етілген жедвеленің эпосы объектлері ақта қарар чықармақны авали етті. Морозить строителей нельзя, то есть надо просто определиться. Если да, к сносу, то есть мы там планируем, и объект ни в одни ворота не лезет, значит мы с вами тогда по нему план действий, процедуру правовую и дальше действуем. Если это нормальный объект, соответствующий реалиям, или даже если какие-то вопросы возникли в процессе, но их можно устранить, ну и там действительно, или парковку там достроить, или еще что-то, отдельно точно так же надо принять решение и ситуацию эту, я имею в виду, разрешить. Дальнейшее строительство, потому что иначе просто отрасль подвешивать нельзя. Кадет мелеки бусене апрельнің сонunda Градсовет құрылып битмеге ясақ етілген объектлер жедвелі таздықланған еді. Оны тахминен 500 объект кірді. Ялтаның меркези қысмы территориясында планировка лейхасы музакере етілгенде Сергей Аксенов шәрінің меркези қысмы ғайырдан тамирленгенде құрыжылық сықлаштырылуы олмай жағдеді. Никакого уплотнения быть не должно. Мы не должны там делать так, правильно, да, что у ялтинцев, то есть как бы увеличится за счет приезжих населения на миллион человек. Это никого не интересует, поверьте, не ялтинцев, то есть, ну и республику точно. Поэтому там будет стоять большой вопрос. То, что там не будет никакого здесь там жилья в центре города, ну я не знаю, это только если там совсем какие-то территории есть там приспособленные. Максимально открытые пространства, максимально широкие улицы, максимально удобные тротуары. Коллеги, хватит работать, то есть на уплотнение. Ничего страшного, даже если не будет в границах, то есть больше города, значит, земельных участков там для расширения. Мы еще раз говорим, только социальное жилье для ялтинцев, где можно 35 тысяч рублей за квадратный метр, пожалуйста. Ничего больше лепить в Ялте не надо. Музакере кетишатында топлашыв иштиракчилері лейха ақта ойс қайдларыны ветівсиелеріні сеслендіре білділер. Қырым елбашчысы қайдеттіге. Лейха реберлері чешіт фікірлеріні көзде тұтып, оларны музакере протоколына кірсетмек кереклер. Бұндан ғайры оның сөзлеріне көре шер ойле олмалы ки, она қайтмаға истек пейда олмақ керек. Ялтаның меркези қысмының планировка лейхасы да дінлевлерден кечмеді. Ама соңки қарар Қырымның Женюби пайтақты сакинлерінің разылығы или чықарылacak. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет Ичон. Қырымда Русия федераль хавсызлық қызметі мақсус бөліклерінің оқuvлары девам етмекте. Бір қач саат евелсі Москвадан келген арбилер бір sıra вазифелеріні бежірділер. Кезлев пансионатны сақте террористлерден азат еттілер. Бұнымен оқuvларының екінші басамағы екінленді. Арби әрекетлер мерkezінде біздің телевизион тақымызда болынды. Соңрайсы арби мейданда роботлар ве снайперлер пейда олды. Оларның артындан пансионатның үстінде көкте вертолет корынды. Спецназ арбилері вертолеттан бинаның ішіне түштілер. Қалған бандитлерні енген соң епысы эсерлер азат етілді. Қойылған вазифелер бежірліві кетшатында Русия федераль хавсызлық қызметі мақсус бөлігінің қадемлері ең қайын вазиетте еменлік әрекетлерге азыр олғаныны нұмайыш еттілер. Бұнымен олар профессионал террористлерге қаршы қатты білгілеріні көстерділер. Қатырлатамыз, кечкен елінің апрель айында интернетте видео көстерілді. Анда федераль хавсызлық қызметінің мақсус бөлік арбилері Дағыстанда мақсус операция кетішатында яны Русиялы броневик рабаны құлланалар. 2016 сене февраль айында ФСБ қызметтің башы Александр Бортников Русияның президенті Владимир Путинге броневикны нумайыш етті. Сабрия Халиляева, Алишер Алимов, Миллет Ичон.
Бүгін Мамут Султан қасабасы янында Ахмезджет Ялта yolunda екі машина иштирагы ile қаза юз берді. Чатышма Volkswagen Passat ve Citroen C4 adlı arabalar arasında olup geçti. Neticede екі zarar көрген insan хастаханеге yetkizildi. ГИБДД қызметі Вивевхуляде вазиет назерлегінің хазимлері қаза olған yerге yetip келділер. Шатларының сөзлеріне көре Volkswagen 100-ге яқын сүрәт ile келіп қаршы yolға чықты ve Citroen машинасына урулды. Бірінші 30 чағырылған аскер Ақярдан Қырымдан тыш қызмет етуге yol алдылар. Қырым Русия Федерациясы әркеніне қайтарылған сон, ilk сефер Ақярда 30 аскер қызмет етуге тантаналы шекелде yollanылды. Бұл ақта Қара Деңіз флотының информацион теминлев бөлігінің мүдері бірінші ран капитаны Вячеслав Трухачев хабар етті. Ақяр Арби комиссариаты ile 2017 сене барде чағырылған 30 гражданлық группаның тантаналы түзілуі адмирал Павел Нахимов адына меданда Қараман шәрінің имаджелері мемориалы күнде Дидайми атеш янында кечті. Топрақ вемескен сойлары әмді гражданлық әлде етуф меселесі бүгін девлет милетлер ара мұнасибетлері ве сүргін етілген гражданлар ишлері бойынша девлет комитетінің рейсінің гражданлары қабул етуфде музакер етілді. Қырымның чешіт райоларындан сәкенлер раатсызлаған сойлерге жевап алмақ үшін келділер. Бұл меселелерінің чезілуф yollarını инсанлар девлет милетлер комитетінің башындан насыл тевсейлер алғаны ақта бізім ұқберіміз Алиме Кайбулаева тарифеті. 30-дан зеде граждан девлет милетлер ара комитетінің рейсіне топрақда мартасы мескен эв гражданлық әлде етілу соллері, МДФ-ның тамир ішлеріне мадди ярдым көстеру вриджалары или мұражат еттілер. Диляра Абылаева Бақчисарай районның арамат көйінден келді. Қадын бір өзі яшай омур арқадашы вефат етті. Бүгін о мескен евде мұқтаж. Қадынның топрақда мартасы бар, ама о бір одалы квартира алмақ үшін дамартадан ред етмеге азыр. Уже когда я стояла на первом месте на очереди по квартире, мне сказали, что меня сняли с очереди на квартиру, так как я имею участок. Попросила, я говорю, если кто-то сможет, пусть возьмет участок, а меня восстановить. Мне сказали, только через 10 лет. Если вы даже откажетесь, только через 10 лет мы имеем вас право по закону восстановить в порядке очереди. И вот, а жить-то негде. 77 яшлы Диляра Устаева 20 ел девамында ятаханеде оз оғлы иле яшай. Чоқ еллар девамында о яшайыш үшін кереклі олған шарайтсыз омур кечірмеге мечбур. Чүнки о бүгін геже квартира әлде етіп оламай. Айны бұл меселе иле Диляра Устаева Заур Смирновға мұражат етті. Бар хат шере бардым, атет olsun деп, yardım etsinler деп, bir kimseden yakşı atet alamadım. Endi geldim Zaur'a, belki Zaur bir fayda eter bana. Eski bina, eski общежитие, ремонт yapmaylar, gel rukovoditeler общежития ne olur ne halı bakmaylar. Bunun beraber gражданлар реабилитация ақташы әдетнамелер әлде етілмесі ве реабилитерленгенлер үшін яңы evler құрылacағы ile мерақландылар. Қырым сәкенлерінің меселелеріні діңлеп Заур Смирнов қайдетті ки, бүгін ярмададaki вазиет инсанлар бойле қабылларға келмесіне себеп ола. Оның үшін кет-кете мұражат еткенлерінің сайысы арта. Конечно, призываем в первую очередь работников муниципальных образований, наших специалистов, которые возглавляют отделы межсоциальных отношений, тех заместителей глав администраций, а порой и самих глав администрации, но более плотно работать с людьми. Потому что действительно зачастую люди приезжают с теми вопросами, которые можно решать на местах. Люди приезжают с теми вопросами, которые требуют элементарного разъяснения. Но, к сожалению, они на местах его не получают и вынуждены приезжать, ожидать в очередях наших приемов, учитывая нашу большую занятость. В то же время мы стараемся принять всех без исключения. Поэтому говорим о том, что с одной стороны идет процесс решения вопросов, и земельные участки выделяются, и жилье выделяется. В этом году будем выкупать жилье дополнительно, будем оказывать помощь на завершение строительства. Но и видим, что сразу вскрываются параллельно с этим все новые и новые проблемы, которые десятками лет не решались. Хатырлатамыз девлет милетлер ара комитетінің рейсі шахси суалер бойынша гражданларына айның 1-ші ве 3-ші жұма ақшамы күні қабыл ете. Алиме Кайбулаева, Энвер Аблезис, Миллет үшін. Бүгін бүтін Қырым мектеплерінде оқуф елы екінленгені себебінден тантаналы мерасымлер кечті. Эшреф Шемизаде адына 42-ші санлы умумтасыл мектепте мезунлар үшін соңғы чансесі янғарады. Тезден мектеп талебелері чықыш имтианларыны тұтып башлайжақлар ве али оқуф юртларға аризалар тапшырajaqlar. Барамда эмте бұғберлеріміз болында.
Адетинже майысынын 25-нде Русия мектептеринде сонки чан байрамы кече тантаналы мерасемлерде тек мезунларды гилде оларнын ожалары виана бабалары топланалар. Байрамда эмде эн кенже мектеплилерде иштирак еттилер. Биринчи сыныф талебелери мезунларыны хайрылайлар ве буюк өмүргө озгаралар. Кырым парламентінің вице-спикері Ремзи Ильясов селямлав сөзінен чықышта бұлынарах Кырым Жумхурий Девлет Шурасының рейсі Владимир Константиновның хайрлавыны ухоп мектеп китапханесіне Владимир Константинов язган пройти свой путь серлевалы китапны бағышланды. Bundan гайры Ремзи Ильясов мезунларға эрвахыт өз күчлеріне ишанып қойылмаған мақсадларға ирешмеге улу Кырым татар марифчысы Исмаил Гаспринскийнің елунен кетмеге тіледі. Брать пример с нашего великого учителя Исмаила Гаспринского, который говорил, где бы вы ни были бы, что бы вы ни делали, учитесь, трудитесь, делайте всегда лучше всех. Тогда у вас будет будущее, будет перспектива. Ну и, конечно же, здоровье, благополучие, счастье. Ну и всегда быть крымским татарином, любить свою родину. Оснив бетінде Шревшемизаде адына 42-нче санлы умумтасил мектепнин мудиры Вилен Джималидинов кайты теки мезунлар буюк умурге буттунли азыр улханында эмин ола билемес ве мектеп оснив бетінде оларга эр буюр иште кол тутмага азыр. Хотелось бы в первую очередь пожелать нашим выпускникам удачи, успехов. Мы их выпустили в жизнь уже готовыми к этой жизни, сформированными, наученными. Самое главное, конечно, понимать, что в жизни бывают как белые, так и черные полосы, и никогда не падать духом. Как руководитель учреждения хотел бы сказать, что поддержать наших выпускников мы всегда готовы. Как администрация, так и преподавательский состав всегда рады видеть в нашей школе наших выпускников. Ожаларны, ана-бабаларны ве калган мусафирлерны оюнлар ве йырлардан ибарет олган программа ile кувандырдылар. Вальс оюнында сон, он биринчи сыныф талебелери үчүн сон кечан янгырады. Бусине Кырым боюнча 11 талебе мектепнын битердилер. Буакта Кырым Жумхурия силелинвер яшлар Назиры Наталья Гончарова хабираты. Ләкин сон кичандан сон балалар да раатланмай жаклар, чөнки энди майсынын 31-нде уларны биринчи имтихан беклей. Бусине эвилки кыбы кырымлылар не тапшырачакларны өзлерни сечелер. Бу экене девлет имтиханы ЕГЭ яда девлет чыгыш имтиханы ГВЭ ола биле. Ярдан чох мезун тамым ЕГЭ имтиханыны сечтилер. Нариман Тарсинова, Асан Абибулаев, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Эпосы мектеплерде олғаны кыбы 4 санлы Қарасу базар умумтасыл мектебінде сонкы чан яңғырады. Тантаналы мерасымде 11-ші сынып талебелері ожаларға алынған білгілер үшін тешікірлер білдірділер. Өкен ұстазлар исе оснев бетінде буюк өмірге ачық ел тіледілер. Қарасу базар мезунлары үшін бұл күн насыл олғаны ақында Фериде Халикова тариф етежек. Дерсында яқында бұл генчлер бірінші сыныфқа келген еділер. Бүгін есе мектеп оларны яны өмірге аузғара. Мезунларда чоқ вақыт өз бірінші мовафақидлерні ве хаталарны, севімлі ожаларны ве садық достларны қатырладжақлар. Ама бұра сонра олар бұл өмір парчасы енді арта қылғаныны мұтлақа анларлар. 4-ші санлы Қарасу базар умумтасил мектебінің мудиры Ленура Муждабаева мезунларны бұл мұйым вақайнен хайрлады, ве талебелерге оларның эпосы ішлерінде мовафақидлер тіледі. Бүгін bizim мектебімізде бұйық байрам. Hepsi hocalar, talebeler büyük netice çıkararlar öz işlerini. 11. sınıf talebeleri için son keçen kakıldı. Onların aldılarında endi büyük kapı açıla. Her bir talebe inşallah öz hayat yolunu tapar. 11-ші сыныфның ребері Асия Абдувелиева айтаки, оның эпосы талебелері ақылы весідатлы генчлер. 16 баладан 5-ші мектепні алтын медалінен бітірелер. Асия ханым да ойз доғымыш олып қалған балаларны хайрлады. Сыныфымның ажайып балаларыны, 16 егет қызларыны жан юректен сонки чаң байрамынан хайрлайым. Оларға қави сағлық, бұйық бақыт тілейім.
Oğullarında olacak imtihanlarını yaxşı tapşırıp, büyük vesikalarını almak kısmet etsin ve gelecekte büyük Ali okul yurtlarında okup halkımızın yüksek seviyeye көтерілген insanları olsunlar. Bu sene 4. sanlı Karasu Bazar Umtasil Mektebi o'z 20 yıllıqını qayd etdi. Mektep 1997 sene sentyabrning 1 kuni ochilgan edi. O'quv yilining boshida mektep memoriyati ile bu yubileyga bag'ishlangan tadbir kechirilmasi planlashtirilgan. 20 yil davomida mektepdan chiqqanlarning taxminan 30i buyuk umrga medal ile adimladilar. O'quv muassasasining inkishofina ana babalar da buyuk hissa qo'shdilar. Ular mektep binosida va azbarida kechirilgan har bir tadbirda faol ishtirok etdilar. Bugun ana babalar evlatlari endi buyuk olganini anlaylar. Shu sebepten hem quvanalar, hem de kederlenirler. Bu yıl benim kızım 11. sınıfını bitiriyor ve men mezunlarga olarda bugün en kuvvançlı hem heyecanlı kun ve onların ömür yolu her vakit açık olsun. Ana babalarını mezunlar kuvvandırsın ve hocalarga ana babalardan büyük teşekkür bildirem. Adetince tantanalı kısmından son mezunlar sonki dersке yol alalar. Bu ders devamında olar 1. sınıfga kelgenlerini, sabırsızlıkla teneffüslerini ve chansiyasını beklengenlerini hatırlaylar. Bugün bu chansiyası olar için sonki kereyen garay ve bu ses bala arzularını ve mektep hakkında hatırlavlarını uzakka alıp keti. Feride Halikova, Muhammed Nesturov, Millet için. Ramazan ayı arifesinde Sağ şehrinde hoş geldin mukaddes Ramazan sirlevalı buyuk bala bayramı kayıt etildi. Küçük musafirler için ziyafetler, eğlence oyunlar, tatlılıklar ve sabun toplap şovusu hazırlandı. Tafsilatlar bizim levhamızda. Her yıl Mukaddes ayı arifesinde bütün Kırım boyunca Hoş Geldin Ramazan adlı bala festivali ötkürülüyor. Bala bayramı Sağ şehrinde de teşkil olundu. Tedbir İmam Nurları leyhası çerçevesinde Kırım Müslümanlarının dini idaresini kol tutuğuyla Sağ şehrinin Müslüman cemiyeti tarafından geçirildi. Leyha öz işini geçken sene kuzde başladı. Культура, традиции, религия, язык – это должно все прививаться в семье, в обществе. И поэтому вот сегодня, выполняя функцию общества, мы совместно, мусульманская община, активные граждане, жители города, организовывают такие мероприятия, праздники для детей, чтобы когда они выросли, они вспоминали, что это в их культуре, в их традициях, в их религии. Дети должны чувствовать атмосферу этого праздника, понимать важность этого праздника, важность поклонения в виде поста в месяц Рамазан, то есть они должны приучаться к этому. И такие мероприятия, такие проекты, такие курсы, они способствуют изучению своей религии, учат ребенка уважать свою религию, знать ее и относиться с уважением к представителям других религий. Sağ şehrinin camisinde balalar için büyük eğlence programı teşkil edildi. Bu hem viktorinalar, hem interaktif oyunlar, masterklasslar, pilav ve tatlılıklar, hem de sabun toplar şovusu ve meraklı temaşalar. Привет! Так, что мы делаем? Так, не убегай, главное не убегай. И кладем его в воду. Да, в колбочку кладем, в колбочку. Перемешиваем. Теперь я закрываю, смотри, колбочку пробкой. Давай встанем сюда, чтобы мы ничего тут не выбили. Ты закрывай пальчиком. Страшно. Аплодисменты, ребята, аплодисменты. Молодец, присаживайся. Tedbirde İslam dini boyunca İmam Nurları kurslarında katnagan balalar iştirak ettiler. Bu kurslar 3 yaştan 6 yaşgacha kençiler için açılgan edi. Балачықлар бізде Құран öğrendi, namaz öğrendi, oğlançıklar ezanını da ezberlediler. Bir-iki dualarını öğrendiler. Onun için men belesem yavaş olacak. İmamlar gelecekte, imamlar olurlar inşallah. Oğlançıklar, kızlar da hocalar olur Allah kısmet etse. İkinci kursumuz da olacak. Балачықларға da yangi gruppalar toplana bizde. İstegenler her zaman kapılarımız açık, kelsinler. Bayram iştirakçıları öz bilgileri ile büyük istek ile paylaştılar. Bu bilgilerini onlar okuv dersleri ketişatında elde ettiler. Что ты знаешь о месяце Рамазан и что мусульмане делают в этот месяц? Это когда держит пост. Рано, когда мы встаем, когда еще так темно, но надо хорошо наесться и до вечера, до ночи не есть. Когда первая звезда выйдет, уже надо приходить в джами и ифтарить. Если кто-то заболел, дома ифтарить. Какие столпы ислама ты знаешь?
Шахада, намаз, закят, ураза, хач. Сах район имамы Месфер Сеттаров айтқанына көре бойлы тедбірлер еждатларымыздан қалған дегерліклерінің ғайрыдан тіклемек үшін пек кереклі. Bu tedbir elbette ki bizim için çok mühim, çok önemlidir. Baba dedelerimiz yani karbaba bitalarımız kıyın vakitlerden geçtiler. Yani bu komünizm vaktinden geçtiler. Dinimizni yasak ettiği vakitler oldu. Böyle okumaya fırsat olmadı. Şimdi ise Allah'a binlerce şükürler olsun. Böyle fırsatlar peyda ola. Onun için de bunlarını biz şimdi canlandırmaya çalışamız. Dinimizni, Peygamber Efendimizin sünnetini inşallah. Allah-u Teala hepimizin yardımcımız olsun inşallah. Кайдетмелеки Мукаддес Рамазан айы bu sene Mayıs 27-сінде башлана. Тамам шу күні Сақ шәрінің меркези жәмесінде бірінші ифтар кечечек. Ливиза Сидбелялова, Султан Немеджит, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Шымдылық болған мәліматларымыз сады невбетеке янларымызны қачырманыз. Эфирде көрішмек үзіре, сағылықмен қалыңыз.